Так, запись қосылды. Барлықтарыңызға сәлем. Осыншама адамдар, барлық келген адамдарға рахмет. Сіздерді осы қазір Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын біріншіден. Екіншіден өзімді таныстырып өтсем, менің есімім Алишер Өмірбаев болады. Мен бүгін маркетплейс тақырыбына өзімнің вебинарымды жүргіземін. Және де әркімнің қандай сұрақтары бар болса, чатқа жазып отырсаңыз, вебинардың соңында барлық сұрақтарыңызды оқып шығамыз. Және де қосымша мен вебинарда арнайы түрде бір-бірімізбен андай интерактив ретінде жасадым да, сол үшін қосылыңдар деген кезде микрофондарыңызды қосып, сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Қазір кім бар қазір бізде? Алмагүл ханым, Гаухар ханым, Бибигүл, Жұлдыз ханым, және де айфон деген кім? Есіміңіз кім болады? Егер айтсаңыз, бірден біліп тұрамыз. Жарайды. Саламатсыз ба? Микрофоныңызды қоссаңыз, есіміңіз кім болады? Просто мұнда жазылмай тұр да. Қалай жазады екен, соны білмей жатырмын. Саламатсыз ба? Есімім Лариса. Лариса бола ма? Болды, жақсы. Таныма қуаныштым. Оны настройкаға кіріп, сосын өзгертуге болады негізі. Жақсы. Гаухар ханым, стартап орда жобасын жасаған болатынбыз. Оны бөлек сосын айта кетеміз. Міне Асия ханым кірді, Жанат кірді. Болды. Енді айтып кеттім, бастапқысы маркетплейс туралы болады. Тақырыбымыз, және де қазір мен өзімнің бір кішігірім презентациямды көрсетем. Және де ол көбінесе презентация ретінде емес, бір трек конспект ретінде қолдануға болады. Ал вебинардың соңында сізге осы сілтемені жіберем, сізде міндетті түрде сілтемесі де қалады. Мен демонстрация жасадым. Барлығына көрінеді ма? Көрінді ма экраным? Иә, көрініп тұр. Все, түсінікті. Гаухар ханым, сізді не есіме түсті, Оралдан жұмыс істегенсіз. Жалпы сабақты бастар алдында маркетплейс туралы түсініктер кімде бар, кімде жоқ, бірден айтып кетсеңіз, мүмкін біреулеріңіз маркетплейске шығып, уже тауарларыңызды сатып жүрген шығарсыздар. Микрофоныңызды қосып айтсаңыз болады, немесе чатқа жазсаңыз болады. Кім маркетплейс не екенін біледі? Немесе сатқан, немесе кім маркетплейстен жалпы онлайн бір нәрсе сатып алған өзіне? Бар ма сондайларыңыз араларыңызда? Алишер мырза, айта кетейінші мен. Бізде деген, енді мен өзім туралы айта кетсем, мен бизнесті енді бастағалы жатырмын да, жалпы. Маркетплейсті мен шыны керек осы проекттен естіп жатырмын да. Бұрындары маркетплейс деп естеймін, бірақ оның ұғымына мен түсінбейді екем да өзім. Түсіндім. Мысалға да мен кішкене өз түсінігімді айтайыншы, ол дұрыс па, бұрыс па, сіз жөндеп жібересіз, жақсы ма? Иә. Маркетплейс тұрғанда, мысалға мен бір нәрсе өндірдім делік та. Біздер енді обычно... Не өндіресіз? Мысалы, мен тігін саласындамын да. Одан басқа мен тоқымаға да қызығушылығым бар. Жақында кішкентай әртүрлі жаңағындай жануарларды көпшілікке сатуға шығардым. Өтетінде енді инстаграмға шығаратын түрі бар екен білем. Енді кеше осы сабақтардан өте келе мысалға маркетплейске де шығаруға болады деп тұрмын да. Мысалға сол өзіңнің продукцияңды маркетплейсына біз
Алмагүл ханым, қазір шамалы сіз неді интернет жағынан нашар естіліп тұрды, бірақ мен түсінгенім бойынша өзіңіз тоқыма өндіресіз, яғни Инстаграмға саласыз, Инстаграмда сатуларыңыз бар, енді бірақ маркетплейс туралы көбірек білгіңіз келеді, және де ол тауарларыңызды болашақта құдай қаласа маркетплейске шығарғыңыз келеді. Енді түсіндіріп кетейін сізге, және де барлық осында отырған маркетплейс не екенін білмейтін немесе түсінбеймін дегендей. Маркетплейс ол шын мәнінде өте ағылшын сөздерімен айтылғанда, сол үшін түсініксіз деп ойлайсыз да, мысалы маркет ол яғни нарық, нарықтағы бір нәрсе, және де плейс ол орын. Және де біз ойлаймыз да, ол бір интернеттегі түсініксіз бір нәрсе, тек қана интернетті білетін, жетік меңгерген айтишник маман ғана біледі деп. Бірақ шын мәнінде маркетплейстің ұғымына келетін болсақ, ол күнделікті өзіңіз барып жүрген, немесе барған, немесе өзіңіз барып сатқан базар ғой, базар. Үлкен базар. Тек қана оның ең басты ерекшелігі бүкіл әлемге сата аласыз интернет арқылы. Болды. Басқа ерекшелік жоқ. Сол үшін мен бірден айтып кеттім, қарапайым тілмен айтқанда, ол миллиондаған тауарлар немесе қызметтерді сататын нарық. Маркетплейс базарға ұқсайды. Бір сайттағы әр түрлі сатушылар және сатып алушылар ақша мен тауардың алмасуы. Және де соған байланысты маркетплейстер, яғни базарлар десек, түрлі болады. Кейбіреулерінде тек қана тоқыма сатады. Кейбіреулерінде тек қана кітап сатады. Кейбіреулерінде тек барлық тауарлар сатылады. Солай бұл тауарлардың категорияларымен бөлінеді. Оны алдағы слайдтарда көресіздер. Бастапқы ұғым бәріне біліп алатындай, маркетплейстің ешқандай базардан ерекшелігі жоқ. Мінекей 2 фото қойдым әдейі. Бір фото сол жағыңызда тұрған кәдімгі традиционный базар, яғни барып тұрамыз, өзінің мысалы кілем сата ма, кілемдерін шығарады, клиенттер келеді, клиенттермен саудаласады. Мінекей осындай. Және де оң жағыңыздағы Каспидағы тұрған кілемдерді сататын басқа да сатушылар. Шын мәнінде айырмашылық ешқандай жоқ. Тек қана мынау офлайн, мынау онлайн. Болды. Ол бірден осы ұғымдан өттік делік келесі ұғымға барайық. Енді маркетплейстер өздігінен әлемдегі қаншалықты нарық көп екен болса, соншалықты танымал және де үлкен болып бөлінеді. Мынау слайдта ең үлкен әлемдегі маркетплейстер салынған. Бірден айта кетейік, қазір микрофонды қосып, немесе чатқа жазып шығыңызшы. Осы 1, 2, 3, 4, 5, бесеуінен қайсысын естіңіз, қайсысын көргенсіз? Мүмкін жарнамадан көргенсіз, мүмкін естіген шығарсыздар, мүмкін телевизордан көргенсіздер. Қайсысын білесіздер? eBay'ді енді оқып, енді үйреніп Амазонды eBay'ді, мен мысалға eBay'ді білем, Амазонды білем, жоғарыдағысыне Таобао. Таобаоны жақыннан бері естіп жүргем. Рахмет. Қараңыздар, бірден айта кететін осы жерде. JD.com'ды білмейді мысалға. Тек қана Амазон, eBay. Бірінші Амазон, eBay соларды білем екен. Сосын Таобаоны жақыннан бері естіп. Кешіріңіз, микрофоныңыз Білмеймін, біреу өшіп қойды ма мен микрофонды? Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Болды, қараңызшы. Бірден айта кетейін. Барлық маркетплейстер өзінің нарықтағы қаншалықты көп сатып алушылармен осындай орындарға бөлінеді. Және де қаншалықты тауарлар көп сатылады. Таобао, мысалы, Тимол, осындай нелер, бәріне әйгілі маркетплейстер шын мәнінде көбінесе Қытайдағы жасалатын фабрикалармен, Қытайдың тауарларымен сатып жүрді. Ал ең үлкен сатып алушылар нарығы ол Солтүстік Америка болып табылады. Яғни Америка, Канада, сондай мемлекеттерде. Яғни Америка мен Канада ең көп сатып алатындар интернетте, ал қытайлықтар ең көп өндіріс шығаратындар. Және де екеулерінің осы нарықтағы кездесетін сатып алушылар мен сатушылары осындай болып бөлінеді. Яғни ол әлемдегі ең үлкен танымал
маркетплейстер болып табылады. Егер де ол әлемдікі деп ойласаңыз, қазақстандықтар қатыса ала ма жоқ па деп сұрақ қойсаңыз, әрине қатыса алады. Интернет ешкімге де шектеу қоймайды. Бір ғана шектеу бар, ол тілде. Егер мысалы сіз тілді жетік білсеңіз, меңгерсеңіз, мен мысалға білем, осы жерде отырған Гаухар ханым ағылшын корнерін жасаған болатын Оралда. Яғни оның ағылшын тілін білетін болса, ол ыңғайлы түрде ешқандай кедергісіз eBay'де де, Amazon'да да өзінің тауарларын қоя алады. Егер де ол описаниясын, тауардың барлық аттарын барлығын ағылшын тілінде жазатын болса. Вот, сондықтан да бірден айта кететін. Мысалы біз қазір әлемдік және де қазақстандық болып бөліп жатырмыз, бірақ та шын мәнінде әлемдік маркетплейстерге шығуға сізге ешкімде кедергі бола алмайды. Тек қана өзіңіз тілді жетік меңгерсеңіз, осындай әлемдік маркетплейстерге де шыға аласыздар. Олардың бірден бір қазақстандықтарынан ерекшелігі сатып алу мүмкіндіктері өте жоғары. Егер де Қазақстанда орташа чек сізде 10 мың, 20 мыңға тауар алса, мынау әлемдік маркетплейстерде, мысалы Амазонда орташа бағасы 100 мыңға, 200 мыңға да баратын тауарларды да алады. Оған көп себептер бар, оған біз қазір тоқталмаймыз. Оны бөлек жеке тағы да бір сұрақтарыңыз болса тоқталуға болады. Оның басты ерекшелігі покупательская способность, яғни қаншалықты сол мемлекеттерде адамдардың онлайн сатуларға деген білімділігі, қалайша олар оған сенімділігі соған байланысты болады. Ол басқа тақырып. Келесі ол Қазақстандағы. Қазақстандағы маркетплейстер жалпы өзіңіз білетіндей, мен мысалы үлкендерін белгілеп қойдым, бәріне танымалдарын, яғни Wildberries, Озон, Каспи, Сату және OLX. Кім осы маркетплейстерден бір нәрсе өздеріне сатып алған болатын? Бар ма араларыңызда? Мен Wildberries алдым. Каспи-ден алдым. Жеткізу, Wildberries-тен жеткізу қанша уақытта жеткізіп берді тауарды? Wildberries-тен алған. 3-4 жыл бұрын алдым, 2 апта екен. 2 апта. Түсінікті. Неге мен осы маркетплейстерді қазақстандық деп бөліп жатырмын? Себебі, мысалы, әлемдікілерін қарайтын болсаңыздар, ол жердегі тауарларды бізге де Қазақстанға да жеткізе алады. Бірақ та жеткізу уақытын көп алады. Мысалы, Alibaba-дан шамамен 1 айдай күтесіздер, Amazon-нан мысалы одан да көп күтесіздер, себебі логистикасы қиында Қазақстанға әкелу. Ал Wildberries, Озон, Каспи, Сату, OLX-ті қазақстандық деп айтқан себебім, өйткені олардың логистикасы Қазақстанға ыңғайлы. Және де 1 аптаның ішінде сізге тауарды жеткізіп береді. Олардың складтары әртүрлі, мысалы Қазақстанға жақын, шекарамызға жақын жерлерде орналасқан. Бірақ шын мәнінде, егер білгеніңіз келсе, Озон мен Wildberries, мысалы, білесіздер, ол Ресейдікі. Сату мен OLX ше, қалай ойлайсыздар? Қазақстандық ма, жоқ па? Отандық өнім ба, жоқ па? Сату мен OLX, қалай ойлайсыздар? Отандық деп ойлаймын. Сату кезет өзіміздікі ғой, OLX-ті өзіміздікі. Осы Қазақстанның ішіндегі. Енді мен сізге бір айтады ғой, қызық нәрсе айтып кетейін, екеуі де Қазақстандық емес. Олардың разработчиктері Украинанікі. Яғни OLX деген платформа тек қана Қазақстанда емес, барлық мемлекеттерге шығарған, яғни бір модель жасаған IT құрылғысын, программасын, және де әр мемлекетте бар. Сату да тура сондай. Сондықтан да біліп қойыңыздар, олар біздің нарыққа жақындау, олар локализация жасаған, қазақ тілін тергендей, бірақ та шын мәнінде ол қазақстандық айтишниктердікі емес. Осындағы ең жалғыз қазақстандық маркетплейс ол Каспи.кз болды. Сондықтан да мен осы, яғни барлық маркетплейстер бар, көре аласыздар, біле аласыздар, әрқайсына шыға аласыздар, себебі жеткізуі тез болады. Бірақ та мен мысал ретінде Каспиді алғым келеді. Неге? Себебі жалпы Каспи деген ол феномен болып тұр да Қазақстанға. Біріншіден, Каспидің арқасында өте көп, өте тез арада маркетплейстер дамыған болатын.
мүмкін өздеріңіз де білетін шығарсыздар, Каспий жұма, егер естеріңізде болса, бір 5-4-5-6 жыл бұрын ба Каспий жұма деген нәрсе шықты. Яғни оның бір басты ерекшелігі бір күнде, яғни жұма күні осы магазиннен бөліп төлеу арқылы 12 айға немесе 24 айға тауарларды сатып алуға болады. Және де ешқандай пайсыз деп жарнамалаған болатын. Яғни Каспийдің ең басты Қазақстан нарығына әкелген күшті бір ерекшелігі, және де маркетплейстердің тез дамып кеткен себебі осы Каспий жұмасы, ол бір бөліп төлеуді әкелді. Екіншісі, Каспий ол банк. Яғни біздің банкте, Каспий банкте ақша сақталады, және де сол өзіміздің банкімізден магазинге ақша ыңғайлы түрде жіберіледі. Егер білетін болсаңыз, OLX-та, білмеймін, сатуда бар ма ондай жоқ па, бірақ OLX-та адамды лақтырып кету деген жиі болатын. Яғни айтады, сіз маған удаленный оплата жасаңыз, осындай сілтеме жібердім, Қазпочтадан барып аласыздар деген көп деген мошенниктер шыққан болатын OLX-тан. Сондықтан да қазақстандықтар онлайн сатып алуға күмәнмен қарағанда, ал Каспий арқылы онлайн сату өте жеңіл болып кетті. Сол себептен ақ 4, 5, 6, 8 жылдар өте келе 2022 жылдың статистикасы бойынша Қазақстанда маркетплейстерден сату көлемі 33%-ға өсті. Яғни ол бір жыл ішінде қазақстандықтар 50 миллионға жуық онлайн сатып алулар жасады. Яғни 50 миллион тауар. Оның ішінде қалам да бар, джинсы да бар, техника да бар, iPhone осының ішінде барлығы бар. Соны маркетплейстер арқылы сатып алған болатын. Осылайша мен негізгі қазақстандық маркетплейстерді атап өттім, көрсеттім, және де Каспийдің арқасында бізде маркетплейстер өте қарқынды дамып келе жатыр. Яғни, егер де мен Каспийден 3-4 тауар алып, яғни оны жеткізуі бар екен, көзім жетті, төлемі ыңғайлы өткеніне көзім жеткеннен кейін, мен одан кейін Wildberriesке де барам, Озонға да барам, сатуға да барам. Себебі ол өте ыңғайлы. Мысалға, тағы да бір маркетплейс бар, егер естеріңізде болса, Ламода деген жарнаманы жасайтын болатын. Ламода ол ерекшелігі киім, яғни барлық тауар емес, бастапқыда тек қана киім тауарларын сатқан болатын. Және де олардың нарыққа деген ұсынысы, яғни сен кроссовки аласың делікті, кроссовкины аласың, және де бірақ размерінді жетік білмейсің, 41 ма, 42 ма білмейсің. Және де сен екі парды да заказға бересің, екеуін киіп аласың, өлшеп аласың, қайсысы келеді қалдырасың, оған төлейсің, қайсысы келмейтінін қайтарасың. Сондай бір ұсыныс жасаған болатында, осындай ұсыныстардың арқасында маркетплейстер, яғни онлайн сатып алу қарқынды дамып келе жатты. Ал бірақ негізінен онлайн сатып алу өте ыңғайлы. Және де тағы да соңғы айта кететін жайт, онлайн сатып алуға өте үлкен драйвер берген ол коронавирус пандемиясы. Өздеріңізді білетін шығарсыздар, 19-20 жылдары дұрыстап не далаға шыға алмадық, не магазинге бара алмадық, қолма-қол ақша ұстасаң вирус, бактерия жіберіледі деп көп ақпарат шықты да, көп адамдар осы маркетплейстерден заказ бере бастады өзіне заттарды. Келесі айта кететін, неге Каспий басқалардан ерекше? Каспийдің орташа айлық келушілері 5.800.000 адам. Яғни, ешқандай жарнамасыз, яғни өзіңізден шықпайтын, ешқандай жарнамасыз, ешқандай шақырып дегендей, осы сілтемеге кір дегендей, жалпы органический дейді ғой, өзімен өзі адамдар күнделікті соншалықты үйренгенді, өзімізді автобуста келе жатқан кезде, таксида келе жатқан кезде, телефонымызды түртіп, Каспийге кіріп қарсақ, магазинге кіреміз ғой. Сондай кірушілер 5.800.000 адам айына. Ол орташа алғанда. Мысалы, бір демалыстарға қарай, мысалы, Құрбан айт демалысы болсын, немесе республика күні болсын, 9 май болсын, бір демалыстарға қарап, орташа айлық келушілер де көбірек болады. Мысалы, демалыстарда көбірек болады. Өйткені, мысалы, 8 наурыз мейрамына
ерлер кіріп кәдімгідей өзіне әйелдеріне біреулер алтын алады, біреулер айфон алады, тағы сондай сияқты ең көп сатылымдар сонда болады. Ал орташасы 5 миллион 800 мың адам. Яғни Қазақстанның 19 миллион адам тұрады десек, Қазақстанда, соның қаншалықты? Бірден 3, бірден 4, да? Бірден 4-ті. Екіншісі, ол орналастырылған онлайн тапсырыстардың орташа айлық саны 1 миллион 45 мың. Яғни соншалықты тапсырыс, орташа айлық саны, соншалықты тауар ұсынысқа келеді. Үшіншісі, орындалған онлайн тапсырыстардың орташа айлық саны 700 мың. 2022 жылы маркетплейс ассортименті 2 миллион тауарға дейін кеңейтілді. Яғни 2 миллион түрлі тауар, көлемі емес, бір-бірден, бір данасынан, яғни ерекше тауарлар саны 2 миллионнан асып кетті. Және де соңғысы, ол Каспи постамат құрылғылары іске қосылды. Оны, яғни тегін жеткізу, тауардың көлеміне байланысты, габаритіне байланысты, Каспи постаматқа сиятын болса, килограмм жағынан, көлемі жағынан тегін жеткізу, яғни өзінің аумағында тұратын магазиннің ішінде ма, немесе ауланың ішінде ма, Каспи постаматты қояды, соған ешқандай курьерсіз-ақ жеткізіп береді. Сол үшін, егер барлық қазақстандық нарықтағы маркетплейстерді алатын болсақ, ең ерекшесі Каспи, және де Каспидің осындай ерекшеліктері бар. Каспи постамат не екенін білесіздер ма? Кімде сұрақ бар Каспи постаматы туралы? Оны сонда қалай пайдаланады постаматты? Постаматты ма? Иә. Иә. Мысалы, біз банктардың ішінде көреміз, бірақ оны қалай алады, білмейміз да. Жаңадан ашқасын ба? Иә. Қараңыздар, оның пайдаланудың түрлері көп. Мен ең көп таралғанын айтып берейін. Ең көп таралғаны осындай. Мысалы, сізге сіз қай жақта тұрасыз? Қай қалада? Ақтауда. Мысалы, сіз Ақтауда тұрасыз. Мен Астанадан, мысалы, тауарды сатып жүрмін. Сіз мен Каспи магазинінен тауарымды сатып алдыңыз. Логистикасы жағынан түсінікті Ақтауға дейін апарылды. Кейін оны, яғни сіз тұратын мекен жайыңызға ең жақын Каспи постаматтың ішінде, андай, бұрында естеріңізде болса, автовокзалдарда немесе вокзалдарда қоймалар болатын, сақтау қоймалары. Өзіңіздің нөмірі бар, сондай сияқты ячейка. Сондай қоймаға тауарды қояды, сосын сіздің телефоныңызға SMS келеді. SMS-тің ішінде, яғни қандай нөмір, қандай қойманың нөмірі, және де код келеді. Сіз ол кодты тек қана сіз білесіз, басқа ешкім білмейді. Постаматтың қасына келесіз, кодыңызды тересіз, анау есік ашылады, сіз тауарыңызды аласыз. Міне, ыңғайлы. Ешқандай курьер бермейді. Бизнес білім. Кешірім, микрофоныңызды өшіресіз ба, Бибігүл ханым? Егер сабаққа қатысты болмаса ол. Ешқандай курьерсіз, және де тауарға деген қосымша құны көбейтілмеді сол үшін. Сізге ешкім звондамайды, хабарласпайды, сіз қашан үйде боласыз, қашан келуге ыңғайлы дегендей. Өзіңіз келіп, кезген өзіңізге ыңғайлы уақытта келесіз, постаматтан аласыз, болды. Ол өте ыңғайлы болғандықтан қарқынды дамып келе жатыр. Ондай постаматтар Wildberries'те де бар. Егер Wildberries'тен алатын болсаңыз, Wildberries'тің бір мысалы бутигі болады. Оның ішіне келесіздер, примерочный бар, тауарды қайтаратын болсаңыз, қайтару несі бар, және де постаматтар да бар. Бірақ Wildberries'тің таралған бір ерекшелігі, ол жерде адам тұрады. Ол адамға жалақысын төлеу керек болады. Ал постамат болса, ол ешқандай адамсыз электронды түрде автоматтандырылған жеткізу құралы болып табылады. Осындай постаматтың ерекшелігі сонда. Ал мысалға алған товарымыз делік болмай қалды. Қайтадан қойып кетуге болады ма? Өздері алып кетсе, болмай ма? Ол жеке әрбір тауарға және де әрбір сатушыға байланысты.
оны бөлек қарастырсақ болады. Немесе ол сұрақты сіз маған жазыңыз чатқа. Мен егер тапсам сізге нақтысын айтамын. Бірақ та оның барлығы жеке келісімдерге байланысты, яғни магазиннің шартына байланысты, тағы сондай сияқты. Жарайды. Түсінікті. Егер де Каспийдің ерекшеліктерін атап өтсек, білдіретін болсақ, яғни топ тауарларды көрейік. Тағы да бір ерекшелігі, Каспий маркетплейсінің тағы да бір ерекшелігі, олар қазақстандық IT компаниясы болғандықтан, толық түрде өзінің маркетплейсімен қалайша жұмыс істеуге болатынын толық түрде инструкциясын жазып тастаған. Мен қазақша түрін таппадым, орысша түрі ашылады қазір. Бірақ та шын мәнінде, егер іздесе, қазақ тілінде де инструкцияны табуға болады. Қазір демонстрацияны жасаймын. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Мінекей осындай Каспийдің ішіне кіретін болсаңыз, ішінде көптеген инструкциялар болады. Ең күшті бір инструкциялардың бірі, ол категории товаров, популярных товаров в маркетплейсе. Яғни, мінекей қараңыз, 2022 жыл бар, 23 жыл бар. Кезген жылды таңдайсыз, 19-дан бастап барлық тарихы сақталған. Мысалы, 2023 май дейді, жарайды, майды алайық. Май болды, жоқ әлі жібермеген, тоқтаңыз. 2022-нікі бар. Мысалы, қазір июль болса, яғни тура әр жыл сайын қандай өзгерістер болады екен. Міне, топ товаров за июнь. От жерден не көруге болады? Әрине түсінікті, бірінші орында әрқашанда техника болады. Өйткені техниканы рассрочкаға алуға болады, және де өте ыңғайлы болады. Бірақ та оның ішінде қараңыз, шины бар, сосын бассейн бар, көрдіңіз ба? Өте сезонды тауар, әр жыл сайын жазда сатылады екен. Смарт-часы, планшет түсінікті, морозильный камера, яғни өзіңізге етті сақтау керек, әрқашан. Велосипед, тоже жазда барлығы велосипед тепкісі келеді, бар. Коляски бар, самокаты. Және де осылайша топ 100 товарды қойды. Мен қараңыз, 100-ші орында фитнес-абонементы бар дейді, водяные насосы, щипцы, тағы сондай сияқты. Мен сізге осы таблицаны не үшін көрсеттім? Біріншіден, барлық адамдарға любой маркетплейсте, не обязательно Каспийде, сатуда, OLX-та, Wildberries-те сатам десеңіз, осындай топ категорияларды көрсеңіз, білуге болады бірден, қандай нишаны таңдауға болады. Және де өзіңіздің тауарыңыз қалайша өте ме, өтпей ме осы маркетплейстерде прогноз жасауға болады. Ол бір. Екіншіден, осыны көрсеңіз, бірден түсінуге болады да, покупательский способность бар екен. Яғни, егер де смартфонды, ноутбукты, кондиционер, холодильникті, телевизорды алатын болса, елдер 100 мың, 200, 500 мың, миллионға дейін барады ғой айфонның бағасы. Яғни, сіздің тауарыңызды да сатып алуы мүмкін делік. Сол үшін осылайша топ тауарлар Каспийде шығатын болса, яғни басқа да маркетплейстерде де тура солай. Себебі, мынау жалпы 5 миллион 800 мың адам сатып алатын нәрселер басқа маркетплейстерге де барады, тура сондай плюс-минус осындай тауарларды сатып алады. Осы кезден ақ кімде қазір тауар немесе өндіріс бар, Алмагүл атап кетті. Яғни тігіншіліктен өндіреді, яғни бір нәрсесін. Кімде тағы да қандай тауар бар? Немесе кім маркетплейске қандай тауар шығарам деп ойлайды? Микрофондарыңызды қосып, немесе чатқа жазып тастасаңыз, бірден талқылап кетейік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Менің есімім Нұрсұлу, Орал қаласынан. Менде ағаш шеберханасы. Отандық өнім. Таза экологиялық ыдыстар шығарамыз ағаштан. Астау, кеселер сондай ма? Барлығын шығарамыз. Жаңағы әртүрлі тарелкалар шығарамыз. Түсінікті.
Бізде маркетплейс, енді бізде в основном таргет арқылы жүріп жатырмыз. Түсінікті. Қараңыз, Нұрсұлу ғой, иә? Иә. Нұрсұлу ханым, қараңыз. Мына жерде 8-ші орында товары для дома и дачи деп тұр. Яғни, әрине, мынаның ішінде бассейні деп тұр қазір. Ол сіз айтасыз, мен бассейн сатпаймын ғой, менде астаулар ғой, ағаштан жасалған. Бірақ та товары для дома и дачи деген категорияның ішінде сіздің де товарларыңыз бар. Яғни, егер товары для домаға кіретін болса, соның ішінде сіздің де товарыңызды көріп табуы мүмкін. Ол бір. Екіншіден, сіз қазір кезге маркетплейсте бір нәрсе шығарасыз ба? Иә, біздер Каспиймен жұмыс жасадық. Каспиймен жұмыс жасадыңыз ба? Каспиймен жұмыс жасадық, бірақ бізді қазір блокқа қойып тастады. Жарайды. Ол бөлек, мүлдем бөлек нәрсе, блокқа қойған тағы сондай сияқты. Мен сізге айтар бір ұсынысым бар. Егер де сіз бір маркетплейске шығарсаңыз, сіз 10 маркетплейске де шығара аласыз. Себебі сізге ешқандай ограничение жоқ. Сізге ешкім келіп айта алмайды. Вот неге сіз OLX-та да барсыз, сатуда да барсыз. Керісінше, әрбір маркетплейсте сіздің тауарыңыз тұруы қажет. Себебі маркетплейстің өзіне тауар салу, ешқандай жарнама жасамау, тағы сондай сияқтысын ішіне алмайтын болсақ, ол тегін болып табылады. Және де сіз небәрі көп маркетплейстерге шығарсаңыз, соншалықты көп сізге заказда келетін болады. Сонымен қоса, тағы да бір мысал келтірейін. Ол әлемдік маркетплейстердің бірі Shopify деген бар. Яғни Shopify, қазір тез көрсетейін, өйткені сіз айттыңыз, өзіңіз шығарасыз отандық өнім деп, сол бірден есіме келді. Көрініп тұр ма экран қазір? Да, көрдім. Shopify ол да жаңадан, относительно жаңадан шыққан маркетплейстердің бірі. Оның басты ерекшелігі, олар, яғни, әлемге әрбір Қазақстанда, мысалы, Қазақстанда өндіресіз бір нәрсе, бірақ та ағаштан жасалған ыдыстар, астаулар, мысалы, Америкада да керек болады, немесе канадалықтарда қолданылады. Сондықтан да сіз оны әлемдік маркетплейске шығара аласыз. Тек қана, мысалы, біреудің өзіңіз немесе балаңызды сұрап, немесе одан болмаса бір переводчик жалдап, ағылшыншасын толтырасыз да, әлемдік маркетплейске сала аласыз. Оның бір ыңғайлы жері, сіз жеке бір өзіңізге арналған, тауарыңызға арналған бір сайт жасайсыз, бағасын қоясыз, және де бүкіл әлемге, әлемдік нарыққа сата аласыз. Неге мен сізге ол ұсынысты жасадым? Себебі маркетплейстерге шығарудың, тауарды шығаратын болсаңыз, 2 түрі бар. Негізі 3 түрі бар, бірақ мен 2 түрін атап кетейін. Үшіншісі қазір қиындау болады осы сабақта, оны бөлек айтамыз. Үшіншісі айта кетейін, ол дропшиппинг деген бар нәрсе. Екеуін айта кетейін. Біріншісі, сіз тауарды Қытайдан сатып аласыз, маркетплейске салып, басқа жерге сатасыз. Және де екіншісі, сіз өзіңіз өндіретін болсаңыз. Қытайдан сатып алсаңыз, яғни Қытайдың бір құны бар, мысалы $10 алсаңыз Қытайдан, қосымша маржасын қосасыз өзіңізден $8, 18-ге сатасыз делік. Өзіңіз өндіретін болсаңыз, сіз барлық ақшаны, яғни өзіңізге пайдаға шығады. Сондықтан да егер де өзіңіз өндіретін болса, яғни уникальный дейді ғой товар, сіз оны басқа нарықтағы маркетплейстерге шығара аласыз. Себебі сіз сияқты астауды, ағаштан ыдыстарды салып сататын, мысалы, Америкада немесе Ұлыбритания, Европаға сататын адамдар аз делік. Ал егер де сіз Қытайдан алып, мысалы, спиннер, немесе телефон, немесе әшекей бұйымдарын сатам десеңіз, олай да болады. Бірақ та сізбен бірге тура сондай жүздеген конкурент адамдар шығады да, сіздің тауарыңыз алмауы да мүмкін. Ал егер де ол уникальный болса, міндетті түрде әлемдік маркетплейстерге шығаруға ұсыныс беремін сізге. Так, егер де мынау түсінікті болса, ары қарай жүре берейік. Топ тауарларды көрдік. Енді келесі айта кететін мағлұмат, дүкен мен тауардың сыртқы бет әлпеті. Нұрсұлу ханымның тауар
мысалында қарастырайық па, әлде басқа да мысалдарыңыз бар ма? Кім тағы да қандай тауар бар? Ал мысалы Shopify-ға доставка қалай болады? Қалай жасаймыз? Қараңыз, ол негізі оның шарттарында жазылған. Сіз маған бөлек, сосын мен қазір өзімнің телефонымды барлық Инстаграм, Телеграмды қалдырам. Сіз маған жеке жазсаңыз, мен сізге бөлек тола бермейтін сияқты да. Оның жалпы нелері бар. Доставкасы, тағы сондай сияқты барлығы бар. Өйткені мен басында айттым ғой, мысал ретінде, вот Америкадан қиын деп жеткізу, тағы сондай сияқты. Бірақ та егер де логистикасын жақсы жасайтын компанияларды білетін болсаңыз, Америкаға да 7 күн ішінде жеткізіп тастауға болады, шын мәнінде. Вот. Түрлері өте көп, сосын сізге жеке бөлек айтам. Және де ол жерде бір ерекшелік, Нұрсұлу ханым. Мысалы, өзіңіздің жасаған тауарыңызға, өндірген затыңызға маржасын көбірек жасайсыз да, доставкасын ішіне саласыз. Мысалы, Америкаға бару немен барады? Ұшақпен бара ма, кемемен бара ма, соның бағасын көбірек саласыз. Егер Қазақстанда астау мысалы 12 мың тұратын болса, Америкаға уже спокойно бір 30, 40, 50 мыңға да сатсаңыз болады. Себебі американдықтарда ақша бар оған. Доллармен алады ғой, бірден бір. Екіншіден, олар өте қолдан жасалған бұйымдарды өте қатты бағалайтын ұлт олар. Өйткені любой-то handmade дейді ғой. Мысалы, бір нәрсені теріден немесе ағаштан жасайтын болсаңыз, олар оны өте жақсы бағалайды. Қазіргі уақыт Кореядан экспорттар келіп жатыр ғой, тоже Қазақстаннан таза өнімдерді алып кетеміз деп. Иә. Себебі қолдан жасалған еңбек деген қазір дамып кеткен мемлекеттерде ешкім жасамайды. Немесе жасаса қымбатқа жасайды. Ал біз шын мәнінде енді ғана дамып келе жатқан мемлекеттердің біріміз ғой, андай Үндістан сияқты, Пакистан сияқты дегендей. Бізде қалай арзанырақ та, адам күші, қол күші, қолмен жасау күші. Жарайды. Құрметті әріптестер, кімде тағы да қандай мысал бар неден, тауардан? Сіздердің мысалдарыңызбен талқылап тастайық. Егер болмаса, осы немен Нұрсұлу ханымның мысалымен істей береміз. Әлішер мырза, сұрап жіберейінші, осы маркетплейстерге продукцияны салғанда оған ақы төлеу керек па арнайы? Біздер әлі онымен связаны болмағасын білмейміз ғой, оған ақы төлейді ма? Алмагүл ханым, әрбір маркетплейстің өзінің ерекшелігі бар, соған байланысты болады. Мысалы, Каспиде ол қосымша баға салады сіздің тауарыңызға. Сатуда андай сайт, жеке парақша ашуға төлейсіз. OLX-та топ объявление үстіне көтеру үшін соған төлейсіз. Әрбір маркетплейсте өзінің ерекшеліктері бар да, соған байланысты болады. То есть біз өзіміздің ценамызды әу бастан айтып аламыз, а дальше олар өздері қосатыны қосады. Солай ғой, Иә. Түсінікті. Жарайды. Құрметті әріптестер, егер де мысалдарыңыз болмаса, әрі қарай осы мысалдармен түсіндіре берейін. Қараңыз, келесі тақырып дүкен мен тауардың сыртқы бет әлпеті. Қараңыздар, мен 2 снимок жасадым. Үстіңгісінде Amazon маркетплейсінде, яғни американдықтардың сатып алатын маркетплейстеріндегі мысал, қалайша дүкенді оформление жасаған. Астындағысы Wildberries, және де соңғысы Каспи. Қазір талқылап өтейік. Үшеуі 3 тауар джинсы. Қараңыз, американдық Amazon. Көріне ме, үлкейтейін ба картинкасын? Міне, үлкейтіп жердім. Көріне ме? Көрініп тұр. Жақсы. Қараңыздар, Алмагүл ханым, сізге рахмет, өте активный болып тұрсыз да, сізге жеке бір сабақтан кейін менен консультация, нөмірімді қалдырам, хабарласып консультация ала аласыз. Рахмет. Сізге де рахмет. Қараңыздар, Амазонда қандай фотолар көрдіңіз ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фотография салды. Ең соңғысы видео салды. Мына жерде джинстің түрлі түстерін қойып тастады. Көрдіңіз ба? Қызыл, жасыл, қара, тағы сондай сияқты. Размерлерін қойды. Бағасы бар.
доставкасы андай мындай бар, названиясы әрине, рейтинг тағы сондай, оған жеке қазір бөлек тоқтаймыз. Және де описаниясы бар, міне. Не бар екен тағы сондай сияқты. Бірақ мында қазір көңіл бөлетініңіз сізге тек қана фотолардың қаншалықтысын. Көрдіңіз ба? Амазонда 7 фото, 1 видео және түрлі түстері бар. Келесі. Wildberries. Қараңыз, 1, 2, 3 фотосы ғана бар. Мына жерде соңғы фотографиясы, размерный сеткасы бар. Ол да өте күшті нәрсе. Сосын мына жерде түстерінен 5 түрі ғана бар. Тоже описаниясы, состав, тағы сондай сияқты. Бірақ та аз да, шамалы описаниясы, неге қарағанда. Амазонға қарағанда. Және де Каспиді қараңыз. Жарайды, мына жерде жақсы бір адаммен фотография қойды, бірақ фотография саны 1, 2, 3, 4 ғана. Главный фотографиямен салғанда 3 ғана. Болды. Түстері жоқ. Модель клеш, посадка высокая, состав хлопок деп аз ғана жазды. Осында қандай ерекшелікті байқап көрдіңіз? Кім айтып бере алады? Осы 3 мысалдың қандай ерекшелігін байқадыңыз? Неғұрлым көп фотография болса, адамның уже кругозоры көп не алып кетеді ғой. Сосын заинтересованность көп болады деп ойлаймын да. Иә, өте дұрыс айтылған. Себебі, көрдіңіз ба, мысалға Каспида да фотографияны көбірек салуға болады. Бірақ та біздің, яғни қазақстандықтардың Каспиға салатты, ойлайды, 1-2 фотография жеткілікті деп. Қайта мынау сатушы еще молодец, көрдіңіз ба? Мынау күшті әдемі бір қыздың фотографиясын қойды, білмеймін, фотосессия жасады ма, білмеймін, шындығын, может интернеттен алды. Wildberries-та тоже бір күшті нәрселер бар, размерный сеткасын қойды. Себебі, мысалы, мен джинсыды алам ғой онлайннан, а может размері келмей қалады. Сол үшін маған размерный сеткасының фотографиясын қойды. Вот. Ең күштісі Амазонда. Неге? Себебі ол жерде, яғни американдықтарда онлайн сатып алу культурасы бар да, уже қалыптасқан. Яғни олар міндетті түрде барлық фотоларды, даже фотолардың түрлерін қараңызшы, мынау фотоны көрдіңіз ба? Мына астынан бар, алдынан және артынан. 2 фотография ғана. Енді Амазонды салыстырайық. Қазір сайтқа қарап салыстырайықшы. Күшті болады сонда. Так. Қорқамыз негізі. Амазон, сосын Алиэкспресс, сол жерлерден товарлар көреміз да, бірақ келе ма, келмей ма, алданып қалмаймыз ба деп, сондай не болады да, страх болады бізде. Жоқ, бірақ Алмагүл ханым, мен қазір Амазонға барып сатып алыңдар деп отқан жоқпын. Мен тек қана солардан қарап, қалайша оформленияның үлгісін, қалайша тауарды және де магазинді. Алишер мырза, просто жалпы адамдар сатып алып жатқандар келіп жатыр ма екен? Нормальный покупка бола ма екен? Сіз хабарыңызда бар шығар сол? Міне, қараңызшы, қазір мысал келтірейін. Міне, фотография осылай бар, артынан бар. Приближенный варианты бар. Қалайша міне, сыртқы киіммен қалай көрінеді екен, мынау джинсы, кроссовкимен. Бөлек джинсы. Джинсы жақыннан. Видеосы бар, қараңыз. Қалайша мына адам, міне, джинсымен көрінеді, жүргенін. Көрдіңіз ба? Размерный сеткалары, түрлері, анау киіммен, мынау киіммен. Көрдіңіз ба? Еще мына жерде процент 5% скидка береді дейді. Яғни осындағы айта кететін жайт оформлениясы. Өзіңіз маркетплейске шығатын болсаңыз, кезген товар, астау болсын, киім болсын, не болса да оформлениясына көңіл бөлу керек. Басқа адамдардан ерекшелігіңіз, яғни осы онлайн магазиндегі қалайша сіз фотографияларды толтырғандығыңыздан байқалады. Мысалы, бірінші мысалды естеріңізде ме? Мен айттым, маркетплейс базардан ерекшелігі жоқ деп. Тура солай ғой, базарда сіз міндетті түрде тұрасыз. Джинсы, күшті джинсы, сатып алыңыз, келіңіз, көріңіз, киіп көріңіз деп шақырасыздар ғой адамдарды. Тура солай онлайн магазинде де шақыру керек адамдарды. Және де сіз оны қалай шақыра аласыз? Осындай фото, видео оформление арқылы. Енді тағы да бір оформленияның түрін көрсетейін өзіңізге. Ол, яғни, қазір
OLX-та қалай болады? Қараңыз. Мен қазір OLX-ті жамандап жатқан жоқпын. Жалпы просто әртүрлі форматты көрсін деп сізге көрсетіп жатырмын да. Өйткені OLX-та негізі жақсы маркетплейс, ол жерде де адамдар бар. Мінекей. Көрініп тұр ма экран? Мынау адам OLX-та сатады. Джинсы Big Boy, Polar Skate дейді. Тоже міне фотосын қойып қойды. Мінекей осындай 4-5 фотографиясын қойды. Тоже мінекей описаниясын жазды. Размерный сетка, номер телефона, адрес бәрін жазды. Көрдіңіз ба? Яғни оформлениясына мән бөлсеңіз, может быть, ол қарапайым фотолар болсын, жай ғана телефонға жасалған фотолар болсын. Бірақ та сізді сонда ғана байқайды. Вот. Поэтому маркетплейске шығам десеңіз, міндетті түрде өзіңіздің тауарыңызды жан-жақтан фотография жасап, видео жасап, дайындап қою керексіздер. Ең бастысы маркетплейске шығам десеңіз, содан бастау керек. Нулевой точкасы, яғни, әрине ол. Нишаны талдайсыз, шығарам дейсіз, тағы сондай сияқты. Бірақ та енді маркетплейсқа регистрация жасап, товар жүктеймін десеңіз, міндетті түрде фото, видео описаниясын дайындап қойыңыз. Себебі ол, яғни тек қана осы фото, видео, тек қана сол арқылы сатушы сіздің тауарыңызды ала ма, алмай ма шешім қабылдайды. Яғни оған шешім қабылдау үшін не керек? Тауардың шынымен де осындай жақсы, шынымен де осындай сапалы, соның барлығын жеткізіп беру керек интернет арқылы. Енді осы тақырып түсінікті болса, келесі тақырып клиенттермен кері байланыс. Яғни біз осыған келдік. Оформление бар, фотографиямыз бар, видеоңыз бар. Енді адам кімге сенеді? Онлайн интернетте ешқашан көрмеген адамға ма, әлде сізден сатып алған басқа адамға ма? Әрине, өзі сияқты сізден сатып алған басқа адамға көбірек сенеді. Сондықтан да әрбір маркетплейсте отзыв деген нәрсе бар. Отзывқа қарап, сосын басқа адамдар келеді, тауарды ала ма, алмай ма, соған мән береді. Құрметті қатысушылар, қосылып, біреулерін айтып көріңізші, қашанда сіз онлайн сатып алып, отзывқа қарап, отзывта жақсы болғандықтан сатып алған бір тауарыңыз бар ма? Кімде сондай мысал бар? Менде бар. Менің қызыма неден кукла алдым да, кукла. Сол қызымның өзі, мама, мына кукланы алып берші, отзывтары күшті деп не қылып выбирать еткен да өзі кукланы. Сол бойынша кукланы алып бердім мен. Түсінікті. Бір ай чуть-чуть больше күттік, и дәл сол күйінде келді, например, да. Сол уже удобно, да. Отзывтарын қарап алған удобно. Қараңыздар, менде де тура сондай бір болған жақында кейсіні. Мен фильтр для воды алғым келді. Бірінші скринда көрініп тұр. Мінекей қараңыз, көптеген күшті отзывтар бар. Бірақ та оның ішінде Ольга деген кісі 21-ші жылы 3 жұлдызша қойған. Фильтр нормальный дейді, жақсы, вкус воды барлығы жақсы дейді. Бірақ та напорға байланысты 4-ші қабатқа нашар көтереді екен фильтрдан. Оған қосымша насос алу керек дейді. Мен осы отзывты оқып, фильтрді алмауға шешім қабылдадым. Себебі Ольга ханым мысал 4-ші этажда тұрса, мен 17-ші этажда тұрамын. Маған тіпті напор жеткенше мүлдем келмейтін сияқты деп, сондай шешім қабылдадым, фильтрді алмадым. Яғни осындай отзывтар арқылы басқа клиенттер сіздің тауарыңызды ала ма, немесе алмай ма шешім қабылдайды. Сол себептен осы жерден шығатын тұжырым, егер де маркетплейске шығатын болсаңыз, өздеріңіздің клиенттеріңізбен кері байланыс міндетті түрде орнату керек. Тауарды сатып алды ма, сізде міндетті түрде нөмірі болады ол адамның. Немесе нөмірі болмаса, имейл болады, да, адрес болады. Сіз жазасыздар. Менің тауарымды алғаныма рахмет, сізбен осындай танысқаныма қуаныштымын. Егер де тауар көңіліңізден шығып ұнайтын болса,
маған міндетті түрде Каспиде немесе басқа маркетплейсте отзыв қалдырыңыз деп сұрайсыз. Одан еш нәрсе жоқ, ол адамдан еш нәрсе кетпейді. Мына отзыв жазуға максимум 1-2 минут кетеді, 3 минут кетеді. Бірақ та сіздің магазиніңіздің рейтингі жоғары қарай түседі да, кез келген адам интернет парақшаңызға келсе, фотографияңызды көреді, отзывтарыңызды оқиды, және де сізден аламын деген шешім қабылдайды. Және де тура сондай, міне екінші мысал, печка бар. Осындай Асель деген бір плита бар. Білмеймін, егер де осы жерде көп тамақ пісіріп, выпечка жасайтын адамдар болатын болса, мүмкін білетін шығарсыздар, көрген шығарсыздар, Каспи магазинде. Жақында жұбайым осыны алайық деп ұсыныс жасады. Мен мысалға тамақ пісіруден немесе выпечка жасаудан ешқандай білімім жоқ. Бірақ та мен сатып алушы ретінде неге қарадым? Характеристикасын қарадым, яғни түсінікті, да? Осындай кішігірім характеристикасы бар. Сосын отзывтарға қарадым. Мына жердегі отзывтарда Каспиде ең күшті мысал, даже фотосын да салады кейбір адамдар отзывтарды. И отзывтарды оқыған кезден бірден шешім қабылдадық та, сосын осындай плитаны сатып алдық. Осынан бір тұжырым жасауға болады. Кез келген тауарды маркетплейске шығаратын болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің клиенттеріңізбен кері байланыс орнату керек. Міне фильтр бар, көрдіңіз ба? Все отзывы, новые, положительные бар, тек қана жақсы отзывтар. Отрицательный да бар. Міне көрдіңіз ба? Не сразу начала гореть дейді. Вот. Ожидала большего, сильно нагревается ручка крышки. Тағы сондай сияқты отзывтар келеді екен. Және де осындай отзывтардың арқасында онлайн интернетте сатып алушылар, клиенттер сіздің тауарыңызды ала ма немесе алмай ма, соған байланысты шешім қабылдайды. Менің бір досым Каспи магазинде матрастар сатқан болатын. Және де матрастарды сатқан кезде, магазинге шыққан кезде, яғни аса поток келмейді ғой трафик басында. Және де ол маған хабарласып, Алишер досым, менде Каспи магазиннен матрасты сатып алшы, мен саған ақша жіберемін. Сен как будто бы менен сатып аласың, мен как будто бы саған жіберем. Бірақ та кейін сен маған отзыв қалдыршы, жақсы отзыв қалдыршы деп сұрайтын болатын. Және де тіпті осылай да жасауға болады бастапқыда. Өзіңіздің таныстарыңызды, достарыңызды сұрап, отзыв жазсын деп, әдейі осындай, как говорится, тайный покупатель ретінде сатылым жасап, отзывтарды қалдыруға маңызды. Себебі, даже сізде 1-2 отзыв болсын осындай, чем вообще ол 0 болса. Егер ол 0 болса, адам мүлдем сізге аса сенбейді. Отзыв болса, уже күмәнсіз қарайды сіздің тауарыңызға. Так, егер де барлығы түсінікті болса, осы жақтан келесі тақырып, бонусный тақырып деп мен жаздым оны. Ол дүкенді жарнамалау. Әрине, сіз менен сұрайсыз. Алишер, сен бастапқыда айттың ғой, 5.800.000 адам маркетплейсті қарайды. Не үшін оны тағы да қосымша жарнамалаймыз деп. Бірақ та сіз сияқты осындай мысалы Аселді немесе фильтрді сататын 100 сатушы бар Каспиде. Және де Каспи, мен мынау сатушыны шығарам, немесе мынау сатушыны шығарам демейді. Ол тек қана тауардың рейтингісін көтереді, және де отзывтары кімде бар, соны көтереді. Немесе фильтрмен бағасын, тағы сондай сияқтысын таңдаса, шын мәнінде бағасы төменін барлығы алады да, Каспи соны алдыға шығарады. Сол үшін өзіңіздің тауарыңызға жарнама жасау керек міндетті түрде. Ол традиционный түрде, яғни Instagram арқылы жүреді, немесе сайт арқылы жүруі мүмкін, немесе WhatsApp, Telegram группалар арқылы жүруі мүмкін. Қараңызшы, 2 мысал келтірейін. Біреуінде көршілер чатына, немесе ағайындылар чатына сіз жазасыз. Мен осындай астауларды өндіремін.
осындай да осындай астаулар жасаймын, тағы сондай сияқты. Егер тапсырыс берем десеңіз, маған хабарласыңыз дейсіз. Ол бір ұсыныс. Және де екінші ұсыныстың түрі, сіз чатқа сілтеме жазасыз. Каспи магазинінің осындай сілтемесін жасайсыз. Жібересіз, айтасыз: құрметті көршілер немесе ағайындар, мен Каспи магазинге шықтым, осындай тауарым бар, рассрочкаға немесе өзіңізге ыңғайлы жермен сатып алыңыз, кез келген қалаға Қазақстан бойынша доставка бар дейсіз. Уже ұсыныс басқаша. Сол үшін міндетті түрде қандай маркетплейске шықсаңыз да қосымша жарнамалау керек. Бастапқыда міндетті түрде жарнамалау керек. Жарнамалаудың мен бір түрін көрсетейін өздеріңізге. Маған ол өте ұнамды келеді. Яғни, мүмкін естіген шығарсыздар, қазір Инстаграмда Reels нәрсе деген пайда болды. Және де мынау жігіт Zen Logistic деген парақшасы бар. Сізде сілтемелері қалады ол. Қараңыз, доставка из Китая, карго 1688, Taobao, Poison дейді. Мына жігіт бүкіл осы сайттарды қарап, сізге товар іздейді Қытайдан. Және де сол товарды сізге жеткізіп береді. Сіз уже Қазақстанда сата аласыз. Және де оның промоушнын қараңызшы, ең көп посттарды, яғни ең көп қаралым алған посттардың бірін көрейік. Мысалға, осында удерживатель для этого машинада, сиденьеда. Көрдіңіз ба? Осында видео салады, қалайша ол товарды қолдана аласыз. Мінекей, елдер көрді, комментарий бар, барлығы жазады: о, қалай аталады, күшті дейді. Сосын айтады: ссылка в шапке профиля дейді. Міне, мына жерден кіріп, сосын осы товарды аласыз. Немесе қазір астауға жақын бір мысал көрейік. Так, астауға жақын. Онда жоқ екен, да? Ну, приборы для дома, да, көрейік. Міне, осындай нәрсе бар. Хлопияларды салатын жат, көрдіңіз ба? Яғни бір ерекшелігі, сіз өзіңіздің товарыңызды, жарайды, фотосы бар, ол жақсы. Бірақ та сіз видео арқылы ол товарды қалайша қолдана аласыз, соны мысал ретінде келтіресіз. Астау болса, астаудағы молынан салынған еттің видеосын саласыз. Бір нәрсе тігетін болсаңыз, мысалы шапан немесе бас киімдерді, оны қалайша киіп, қалайша көрсететін видеоларды саласыз. Яғни осындай видеоларды жасау арқылы, яғни өзіңіздің товарыңызды қалай қолданасыз, покупатель оны қалайша қолданады, оның басқа товарлардан қандай ерекшелігі бар екенін көрсетсеңіз, видео арқылы, Инстаграм арқылы. Осында еще дыбысы бар, звук, комментарий жасайды ол, как это работает дегендей. Просто ол қазір Zoom арқылы нашар беріледі, өздеріңіз кіріп, сілтемесін көрсеңіз болады. Вот, осылайша қосымша трафик, яғни Инстаграмнан мына жерге сілтемесін қоясыз, өзіңіздің магазиніңізге астындағы, и Инстаграмнан уже трафик Каспиге өтеді. Ну, барлық Каспиде тұрған астауларға емес, непосредственно өзіңіздің дүкеніңізге. Вот, себебі даже традиционный бизнеста дүкен ашатын болсаңыз, міндетті түрде вывеска қоясыз ғой, жарнамалайсыз ғой оны. Тура сондай онлайн дүкенді де жарнамалау керек болады. Вот. Менде презентация бойынша мен болдым. Мінекей 1 сағатта барлығын айтып шықтым. Қосымша мына жерде пайдалы сілтемелерді салдым. Мына жерде топ-14 рейтинг маркетплейсов бар. Орысша бірақ. Маркетплейстердің ерекшеліктері бар. Қалайша регистрация жасауға болатын, қалайша парақшаңызды ашуға болатын жазылған. Екіншісі, объем продаж маркетплейсов РК, это статьясын, то есть оқи аласыз, что шын мәнінде осындай товарлар сатылымда бар. Үшінші сілтеме, как начать продавать в Каспи магазине, яғни Каспидің гид, то есть қалайша, мінекей қазір көрсетейін, қалайша толығымен, бірақ орысша нұсқасы ғана бар, білмеймін, қазақшасын таппадым. Міне, как начать продавать, склады магазины, товары продажи со склада, технопартнеры, обработка, доставка. Міне, барлығы бар. Доставка силами продавца, ограничения, описание.
документі бәрі бар, осы жерге кірсеңіз барлығы да түсіндіріп жазып берген осы жерде. То есть ешқандай, егер блогерлерді көрсеңіз, Каспида сатуды үйретем десе, бармай қойыңыз. Мінекей барлығы тегін түрде Каспидің өзі үйретіп жатыр. Аналар енді алаяқтар деуге болмайды, бірақ та общий доступта бар тақырыптарды сіздерге айтады. Үшіншісі, видео салдым YouTube'тан сатуда, яғни сату маркетплейсы сабақтар жазған болатын, видео уроктар. Создаем магазин с нуля, как продавать на сату, сондай деген сабақтарды салған. Сосын мына жерде Ақболат деген, Жұлдыз Ақболат деген ханымның Талим спикерстегі выступлениесі бар, желі арқылы сату өнері. И мынау жігітті білетін шығарсыздар. Өзіміздің блогеріміз түрлі көптеген нишаларға Лучше всего создавать, если это ваш первый бизнес, и как создавать, с чего начать. Бағалар қаншадан басталады? Ең артық. Ұлан Құрманғалиевті естулеріңіз бар ма? Кім көреді Ұлан Құрманғалиевті? Білмейсіздер ма? Естіген жоқсыздар ма? Естімеппіз ал. Ничего себе. Ендеше сізге осы блогерді... Мына жігіт па, мынау деген зат емес па? 25 мың. Міне, Ұлан Құрманғалиев, яғни осыны әртүрлі салаларды таңдауға көмектеседі. Көптеген нишаларға обзор жасайды. Жан-жақты кәсіпкерлермен кездесіп, қазақ тілінде өте күшті жасап жүр. Уже 350 миллион подписчигі бар. Вот. Соның бір видеосы бар, тоже салдым іште. Пайдалы сілтемелердің ішіне. Қалайша Қытаймен жасап, үйде отырып интернет арқылы ақша табу жолдарын видео түсірген болатын. Вот. Поэтому өзім айтқандай, мына ссылканы сілтемені жіберемін өздеріңізге. Көрсеңіз болады, ашық доступта болады. Так, қазір копи. И чаттың ішіне саламын. Чаттың ішіне кіріп, қойған сұрақтарыңызға жауап көрейік. Так, все. Енді чатқа кіріп, мынау мен жасаған презентацияны көрсеңіз болады. Пайдалы сілтемелер барлығы өзіңізге қолдансаңыз болады. Енді мен негізгі вебинарым аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Чатты ашып қойған сұрақтарыңызға жауап көрейік. Және егер қосымша сұрақтарыңыз болса, давайте 5-10 минут сұрақ-жауапқа арнап тастайық. Біріншіден чаттан көрейін. Так, Жанат айтады, бастаған жоқпын, Wildberries Каспи арқылы. Жанат, сізде қандай тауар? Немен шығамын дейсіз Wildberries Каспиге? Бар ма осында, шығып кеткен жоқ па? Шығып кеткен шығарды, 9 адам қалды. Жарайды. Так, Жұлдыз ханым енді толық білгенім келмейді. Россияда естілмейді. Нұрсұлу Амазон дейді. Гаухар говорит, я преподаю английский. Ағылшын тілін үйренем дейтіндер. Чатта Гаухар бар. Хабарласыңыз болады. Каспи кезет жеткізу өте тиімді дейді Фатима ханым. Самат Жалбағаев. Бар ма осы чатта, шығып кетті ма Самат? Самат бауырымыз шығып кетті, отандық өнім дейді. Салқынбаева Фатима, QR арқылы аламыз, товар келді деп смс келеді. Түсіндірді, білеміз, Әсел Печ. Болды, чатта сұрақтар жоқ аса екен. Кімде ендеше сұрақтарыңыз бар, микрофондарыңызды қосып, маған сұрақ қойып берсеңіз болады. Сұрап жіберейінші, Әлішер мырза. Аха. Мына маркетплейске продукцияны салу үшін алдын ала договорға тұру керек болатын шығар, иә? Ол әрбір маркетплейстің ерекшелігіне байланысты. Егер де Каспиді алатын болсаңыз, ол жерде бар ондай. Егер де OLX-ті алатын болсаңыз, ондай жоқ. OLX өйткені ол андай доска объявление ретінде болады да. Бірақ та маркетплейс ретінде санауға болады, себебі онлайн сатылымдар жасалады OLX туралы, OLX арқылы. Вот. Сатуда, егер қателеспесем,
андай сайт алып, бөлек сайт алып жасамасаңыз, тоже сатуда тегін ешқандай договорсыз істей аласыз. Вот, ол маркетплейске байланысты. В общем, в любом случае өзіңнің сату сайтың болу керек сияқты, да? Желательно, солай ғой? Қараңыздар, маркетплейс жасасаңыз, ол уже сізде парақша болады. Ол парақшаны, яғни сілтемені алып, Каспидан болсын, OLX-тан болсын, любой адамға жібере аласыз. Даже сізге сайт құрудың қажеті жоқ. Егер Каспида жасасаңыз, сізге даже Инстаграмның, Инстаграм жасап, мені мен Инстаграмым деп жасаудың қажеті жоқ. Себебі Каспида барлығы ыңғайлы, 2 клик жасап сатып алуға болады. Егер Каспида дүкеніңіз болса, сол Каспидің сілтемесін достарыңызға, барлық адамдарға, жақындарға, сатып алушыларға жіберіңіз, және де олар бірден сол жерден сатып алады. Ал егер товарлар мысалы өтпей қалып тұрып қалса да, неде, магазинде, да, жаңағыдай маркетплейс болсын, любой магазинде тұрып қалса, оған отдельно ақша не қыла ма? Вычитать ете ма? Олай болуы мүмкін. Мен бір досымда бір жарты жылдай тұрды, тауар ешкім алмаған оны. Оған қосымша ешнәрсе төлемеген, себебі ол тауар өзінің үйінде склад ретінде бар, үйінде тұрған, сол үшін ақша ешкімге төлемеген. Просто тауар өтпесе, оны желательно 1, 2, 3, 4 ай өтпесе жарнамалау керек, немесе неден алып тастау керек, маркетплейстен. Значит, ол нишада конкуренттер көп, және де сізден емес, басқа адамдардан алып жатыр. Понятно. Қараңыз, құрметті әріптестер, егер де ешкімде басқа Алмагүл ханымнан басқа сұрақтарыңыз болмаса, мен конференцияны аяқтайтын шығармыз, себебі Алмагүл ханымға мен жеке активность үшін бөлек бір өзіме хабарласа алады. Мен қазір чатқа өзімнің нөмірімді қалдырдым. 771-30-79-69 Алишер Омербаев деп жазам. Осы нөмірде не бар? WhatsApp та бар, Telegram да бар, маған жазсаңыз болады. Мен жалпы осы салада маркетинг, оформление, сатылым жасау, тағы сондай сияқты осы темалардан эксперт боламын. Маған сол жөнінен хабарлассаңыз болады. Маркетплейске шығам десеңіз, әрбір маркетплейста жеке үлгілеріне байланысты ерекшеліктері болады. Бірақ та мына осында Нұрсұлу, Самат деген жігіттер өздері отандық өнім жасайтын адамдарға, азаматтарға мен шын мәнінде өзіміздің емес, отандық емес, әлемдік маркетплейстерге шығуға ұсыныс беремін. Себебі разницасы жоқ. Қаншалықты сіз Каспиге шығарам десеңіз, қаншалықты Амазонға немесе Shopifyға шығам десеңіз, салатын күштеріңіз, жасайтын амалдарыңыз бірдей болады. Тауарды фото жасау керек, тауарға описание жасау керек, тауарды продвигать ету керек, клиенттермен кері байланыс жасау керек. Тура сол процесстер тек қана ағылшын тілінде. Бірақ та, егер әлемдік нарыққа шығатын болсаңыз, тауардың құны, бағасы көбірек болады, және де сатып алушылар көбірек. Қазақстанда мен Каспиде 5 миллион 800 мың адам деп сізге жарнамалап жатсам, мысалы Shopifyда ол 100 миллиондаған адам бар. И Қазақстанда орташа чекті алатын адамдар 20-30 мың болса, Shopifyда орташа бағасы 100 мың, 200 мыңға апаратын тауарларды алады. Сол үшін кімде отандық өнім бар, спокойно әлемдік маркетплейстерге шығыңыздар. Кімдер Қытайдан алып, тауарды алып сататын жасаса, перепродажамен айналысса, олай да шығуға болады. Бірақ та ол жерде уже сізде андай гибкость аз болады. Себебі уже тауарды алдыңыз, сіз сияқты адамдар тоже тауарды алды, и салыстырмалы түрде Қытайдан өзі қытайлықтар сататын Shopifyға, и сіз Қытайдан әкеліп, Қазақстанға жеткізіп, Қазақстаннан Shopifyға сатсаңыз, уже сізде андай конкуренциядан жеңілесіз да қытайлықтарға. Поэтому сізге лучше анандай өзімізді Қазақстанда сатқан дұрыс. Ал кім отандық өнім жасайды, қолдан өздері жасайтын болса, олар спокойно конкуренцияға түсе алады бүкіл әлемнің нарығында. Менде мынандай сұрақ.
Shopify'ға, например, международный сертификация керек пе? Тауарға байланысты, иә, керек болып қалуы мүмкін. Керек болып қалуы мүмкін, тауарға байланысты. Бізде, например, бізде мысалға Қазақстан бойынша, Россия бойынша ағаш ыдыстарына не обязывает сертификация мысалға? Иә, оған болуы мүмкін. Ол мүмкін ол кәсіпкерлер палатасынан сұрастыруға болады. Немесе бізде бар Министерство вроде иностранных дел или что. Получается, ИСО. экспортты дамытады, иә. Қазақстаннан шығатын отандық өнімдерді басқа шетелге шығаруды. Солардан қарастыруға болады. Хорошо. Иә, бірақ шын мәнінде Нұрсұлу қиындатпай, просто істеп көріңіз. Shopify немесе Amazonға шығарып. Қазір мысалға да мен сізге айттым алдында, вот ағылшын тілін жетік меңгерген адам керек деп айттым, иә, басында. Бірақ шын мәнінде любой сайтты, қазір мен сізге көрсетейін, ана Google Chromeға көрсетейінші. Любой сайтқа кіріп, көріне ме сізге қазір? Мысалы мен Taobao-ға кірем, да? Қазір. Taobao. Это қытайлық сайт. Қазір. Жүктелсін. Любой сайтта, яғни мына жерде Google-да автоматически переводчикті бассаңыз, перевод страницы аударып береді. Қазір. Это интернет нашарлап кетті. Қазір. Бір минут өзіңізге көрсетейін просто. Так, жүктелді ме? Так, көріне ме экран? Иә, көрінеді. Иә, осы жерден мысалы, мен мына жерде болмайды, да, менде. В общем, 10 жақ батырмасын бассаңыз, мына жерде напечатать, сохранить, перезагрузить страницу, перевести страницу деген болуы мүмкін. Қазір мен басқа неден кірейінші. Так, мына Safari просто неде. Мына, неден кірді. Google-дан. Желательно Google Chrome'ды қолданған дұрыс. Google Chrome'да бар. Қазір, секундочку. Так. Google Chrome'ды жүктеп аласыз. Сосын мысалы Taobao-ға кіресіз. Көрініп тұр ма экран қазір? Иә, көрініп тұр. Міне өзі ұсыныс жасайды. Перевести дейді, китайский на русский. Міне, русский деп бассаңыз, міне, барлығын аударып берді сізге орысшаға. Уже бәрі, понятно, это не прям дословный перевод, но уже аударып берді. То же самое, да, мына ағылшын сайтына кіретін болсақ, ағылшын сайтына келесіз, міне, английский, русский, көрдіңіз ба? Бірақ Google Chrome өзі перевести дейді. Русский дейсіз, міне, барлығы орысша тұр. Воплотить свои идеи в жизнь за $1 в месяц. Міне. И барлық правиласын осы жерден оқып шығасыз. Міне. Вот, осы басты нелер, қағидалары. Егер құрметті әріптестер сұрақтарыңыз болмаса, конференцияны аяқтап, кімнен ұйымдастырушылардан рұқсат сұрап аяқтайтын болайық. Егер сұрақтарыңыз болса, қойып шығыңыз. Рахмет, керемет ақпарат болды. Көп рахмет, Әлішер мырза. Shopify-ды біліп алдық. Иә. Көптеген тестер болды. Сілтеме жібердім. Сілтемеге кіріп, соның ішінде пайдалы ақпараттардың сілтемелерін қойдым мен. Тағы да оқып шықсаңыз болады өздеріңізге қосымша ретінде. Және де өзімнің телефонымды жаздым мынау чатқа. Кімде қосымша сұрақтар бар, хабарласыңыз маған. Өзім білмейтін болсам, сізге специалистерді жіберемін. Өзім білетін болсам, өзім ақ көмектесемін. Жақсы, рахмет. Рахмет. Иә, сізге де рахмет. Жасаған кәсіптеріңіз дами берсін. Амин. Иә, осы келе жатқан 1-2-3 күндік мейрамдарымыз, құрбан айттарымыз қабыл болсын. Амин, бірге. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.